Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Балақай, бірінші тіктөртбұрыш және шаршының не екенін қайталап өтейік. Тіктөртбұрыш деп тұрғанымыз бұл қарама-қарсы қабырғаларының ұзындықтары тең, бұрыштары тік болатын фигураны тіктөртбұрыш деп атаймыз. Оның ұзындығын А, енін Б деп белгілейтін болсақ, онда оның ауданын былай табамыз. Яғни, тіктөртбұрыштың ауданы ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең екен. Ал шаршы бұл барлық қабырғаларының ұзындықтары тең, бұрыштары тік болатын фигураны айтамыз. Оның ауданын табу үшін А көбейтілген А, яғни екі қабырғасының ұзындығын бір-біріне көбейтеміз. Біз білеміз, А көбейтілген А бұл А квадратқа тең. Яғни қабырғасының ұзындығын квадраттаймыз. Сонда S тең А квадрат екен. Балақай, сонымен қатар ауданның өлшем бірліктеріне тоқталып өтейік. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар екен. Ал 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Ал балақай, түсінікті болса, тапсырмаларға көшейік. Балақай, бұл жерде тіктөртбұрыш берілген. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 8 сантиметр, ені 5 сантиметр екен. Тіктөртбұрыштың ауданын әртүрлі тәсілмен тап. Ұзындығын еніне көбейт. Келесі тәсіл, енін ұзындығына көбейт. Жауаптарын салыстыр, қорытынды жаса. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші тәсіл бойынша есептейтін болсақ, ұзындығын еніне көбейтеміз, яғни 8-і 5-ке көбейтеміз, сонда 40 сантиметр квадрат. Енді екінші тәсіл. Бұл жерде енін ұзындығына көбейтеміз, сонда 5 көбейтілген 8 тең 40 сантиметр квадрат. Сонда не байқадың? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Екі тәсілде де бірге жауап шықты. Яғни формуланы былай жазуға болады. S тең ұзындығы мен енінің көбейтіндісі, немесе ені мен ұзындығының көбейтіндісі. Себебі көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіннің мәні өзгермейді. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Ал балақай, бірге тексерейік. 6 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар дейді. Біз білеміз, 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. Сонда 6 дециметр квадрат бұл 600 сантиметр квадрат. Келесі 6 метр квадрат бұл 600 дециметр квадратты құрайды. Себебі 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Оны білеміз. Келесі 3 метр квадрат 300 дециметр квадратқа тең болады. Одан кейін 3 дециметр квадрат 300 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі 5 дециметр квадрат бұл 500 сантиметр квадратты құрайды. Соңғысы 5 метр квадратта 500 дециметр квадрат бар. Бұл тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде есеп берілген екен. Жылыжайда тіктөртбұрыш және шаршы пішінді атыздар жасалды. Жылыжайдағы тіктөртбұрыш пішінді атыздың ұзындығы 6 метр, ені 4 метр, ал шаршы пішінді атыздың ұзындығы 5 метр. Қай атыздың ауданы үлкен және қаншаға үлкен? Қанеке есепті шығар. Ал балақай, бірге тексерейік. Есептің шарты бойынша атыздар тіктөртбұрыш пішінді және шаршы пішінді. Өлшем бірліктерін жазып шығайық. Бірінші атыздың ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Ал екінші атыздың ұзындығы 5 метрге тең. Енді әрбір атыздың ауданын табайық.
бірінші атыздың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Сонда 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24 метр квадрат екен. Енді екінші атыздың ауданын табамыз. Бұл жерде шаршы пішіндес болғандықтан 5-ті 5-ке көбейтеміз. Сонда 25 метр квадрат. Байқағаныңдай, шаршы пішіндес атыздың ауданы үлкен екен. Сондықтан 25-тен 24-ті азайтамыз. Сонда ол 1 метр квадратқа үлкен. Яғни есептің жауабы шаршы пішінді атыздың ауданы үлкен және 1 метр квадратқа артық екен. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын тауып үйрендің. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ал шаршының ауданын табу үшін оның ұзындығын, яғни а көбейтілген а формуласымен табамыз, немесе а квадрат формуласымен табады екенбіз. Сонымен балақай, бүгінгі сабақ аяқталды. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.